Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бұл каналда сіздерге Қытаймен бизнес, қалай жасауға болады, қалай сайттарға тіркелеміз, қалай төлем жасаймыз, сондай қыр-сырлардың барлығын сіздерге түсіндіретін боламын. Міндетті түрде менің каналыма подписка жасап, лайк қойып, колокольчикті басуға ұмытып кетпеңіздер. Егер де пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде астына комментарийға қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздер көптен күтіп жүрген мәселені, сұрақты талқылайтын боламыз. Ең көп қойылатын сұрақтардың бірі 1688 сайтында қалай төлем жасауға болады, қалай қайдан юань сатып аламыз, Alipay дегеніміз не, Alipay'дің балансы дегеніміз не, соның барлығын мен сіздерге бүгінгі видеода айтатын боламын. Мен сіздерге қазір Alipay деген не екенін түсіндіре бастайын. Alipay дегеніміз кәдімгі біздің Қазақстанның Каспий сияқты платежная системасы. То есть ол жерде қытайлықтар өздері коммуналкада да төлей береді, таксиге де төлей береді, жалпы балансынан ақшаны переводтай жасай береді бір-біріне. Дәл біздің Каспий сияқты платежная система. Ол жерге біз тіркелген кезде кәдімгі өзіміздің Қазақстан номерімізбен тіркелеміз. Қытайдың номері ол жерден совсем қажет емес. Главное, сетіңіз жақсы ұстап тұрып, SMS келетіндей болу керек. Және де бұрын блокқа түсіп қалмаған болу керек, новый номер болу керек. Оны қалай толтырамыз балансын? Арнайы юань толтыратын адамдар бар, былайша айтқанда посредниктер. Соларға қанша юань керек екенін сіздерге айтасыздар, курсты сұрап аласыздар, есептейсіздер. Егер сіздерге тиімді болса, олардың Каспийларына ақшаны аударып жүрсеңіздер, Alipay аккаунттарыңызды айтсаңыздар, олар сіздерге 5 минуттың ішінде баланстарыңызды толықтырып береді. Бұл жерде бір нюанс, жақсы сенімді адам тауып алу керек. Alipay аккаунттарыңызды толықтырып беретін юаньға. Өйткені бұл жерде отмывание денег, мошенничество деген нәрсе өте көп. Егер сіздерге криптовалютадан немесе отмывание денег жасайтын болса, сол жерден сіздердің баланстарыңызды толықтырып беретін болса, сіздердің аккаунттарыңыз блокқа түсіп қалуы мүмкін. Alipay'дің өзінің правиласы бойынша 2 рет сіз блокқа түсесіз. Ол бір аптадан сіз мүлдем сауда жасай алмайсыз, Alipay'мен қолдана алмайсыз. 3-ші рет блокқа түскеннен кейін сіздің балансыңыздағы ақша да заморозиться етіп қалады, және де мүлдем Alipay'мен раз и навсегда қолдана алмай қаласыздар. Сондықтан юань сатып алатын адам сенімді болу керек, ақша таза болу керек, былайша айтқанда. Ал енді Alipay не екенін түсіндік, балансты қалай толтыратынын түсіндік. Енді бізде 1688 сайтында карточканы, ешқандай картаны визаны, мастер-картты да қабылдамайтын білесіздер. Тек қана Қытай картасы немесе Alipay деген таңдалады. Alipay дегеніміз осы. Жаңа сізге түсіндіре кеткен платежный система, оның балансын юаньмен толықтырасыздар арнайы адамдар арқылы. Және 1688-де төлем жасайтын кезде сіздер Alipay деген значокты таңдап, алдын ала балансын толықтырып қойып, сол жерден төлем жасайсыздар. Alipay'ды таңдағаннан кейін автоматически 1688 сайттың өзі сол жерден ақша шешіп алады сіздерден. Ал бізге паспорт керек болады Alipay'ға тіркелуге. Біздің заграм паспорт, удостоверениемен де негізі тіркелуге болады. Бірақ ол ең соңғы версия iPhone иелеріне, камерасы өзі біздің удостоверениенің чипін, өзі камерасында функция бар біздің удостоверениедағы чипті оқып алатын. Android'тарда ол жоқ, ол жерге специальный приложение керек, и мен оған кеңес бермеймін. Өйткені сіздер удостоверениемен регистрацияны Alipay'да өтетін болсаңыздар, ертең аккаунттарыңыз жабылып қалып, немесе басқа телефон ауыстыратын болсаңыздар, аккаунттарыңыз восстановиться етпей қалады. Паспортпен тіркелетін болсаңыздар, как положено проверка өтеді, ертең басқа телефон ауыстыратын болсаңыздар да, восстановление паспортпен болған аккаунтта оңай болады. Өз аккаунттарыңызды қайтарып ала аласыздар.
Осы үшін сіздерге паспорт қажет. Паспорт Alipay-ға тіркелу үшін, проверкадан өту үшін қажет. Alipay сіздерге 1688 сайтында төлем жасау үшін қажет. Мен өз оқушыларыма сенімді адамды беремін. Үнемі мен 1 жылдан аса сол кісімен жұмыс жасаймын. Ол кісі сенімді, мен миллиондап ақша жіберем оған товар алатын кезде. Сол үшін менің оқушыларымда қаншама оқушылар, 1000-нан аса оқушыларым сол кісіден Alipay-ді толықтырады, юань алады. Сондықтан осындай сенімді адамдарды табу керек. Ал бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Барлық мәселелерді мен сіздерге Alipay-ға қатысты, 1688-де төлемге қатысты түсіндірдім деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар, алда әлі сіздерді күшті пайдалы ақпараттар күтіп тұр. Баршаңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.